Саламатсыздар ма құрметті тыңдаушылар. Бүгінгі азаматтық авиация академиясы авиация колледжінің география пәні мұғалімі. Бүгінгі біздің тақырыбымыз дүниежүзінің елдерінің кешенді тарихи географиялық областары. Бүгін негізгі сабақтың мақсаты дүниежүзі тарихи географиялық аймақтардың, олардың құрамының ерекшеліктерін, географиялық сипаттамасын шығармашылық түрде ұсыну. Аймақтарды жіктейтін болсақ, олар негізгі үш топқа бөлінеді. Ол жүйелік тұрғыда табиғи кешен, әлеуметтік экономикалық кешен. Екіншісі әкімшілік аймақтық тұрғыда ол әкімшілік шекаралар мемлекеттер арасында. Және үшіншісі экономикалық тұрғыда аймақтық шаруашылық мамандануы, әкімшілік әлеуметтік біртұтастығы. Физикалық географиялық адымдастыратын болсақ, бұл жерде біздің қараңызда физикалық географиялық ішкі біртұтастық және табиғи өзіндік ерекшеліктеріне ие табиғи аймақтар жүйесінің бағыты аймағын анықтау, зерттеу негізінде жер бетінің аймақтарын бөлу жүйесін анықтау. Аймақтық белдеулер мен аймақтар кіші аймақтар, азаматтық физикалық география елдер, облыстар, провинциялар, салалық жер бедері, климат, топырақ бойынша және төртіншісі кешенді болып бөлінеді. Макро аймақтар континенттерге жатады. Олар бізде Азия, Европа, Африка, Америка, Австралия және мұхит аралдары. Мезо аймақтарға ол жердегі табиғатты тарихи кешен, даму сипаты, тағы да басқа кешенді ерекшеліктері негізінен ажыратылатын, мысалы оңтүстік батыс Азия, шығыс Азия, солтүстік аймақшалар ол географиялық ежелден бері аймақтардың бір-бірінен бөліп тұрған тарихи шекараның болуы табиғи жағдайларына байланысты және экономикалық даму стратегиясының әркелдігіне байланысты. Мына жерде көрсеңіздер болады, картадағы солтүстік Америкадағы ақш пен Канаданы жатқызуға болады. Оңтүстік Америка ол жақта Мексика, Латын Америкасына жатқызуға болады. Ал мына жердегі Африкада көрсеңіздер субаймаққа екі субаймаққа бөлінеді. Солтүстік Араб Африкасы және оңтүстік Африка болып бөлінеді. Біріккен ұлттардың макрогеографиялық аймақтарына келетін болсақ, ол жерде шығыс Азия, орталық Азия, шығыс Европа елдері, солтүстік Европа, солтүстік Америка, орталық Америка, оңтүстік Америка, оңтүстік Африка, Австралия және Жаңа Зеландия, Микронезия, оңтүстік шығыс Азия деген сияқты осы бірнеше аймақтарға бөлуге болады. Субконтиненталды деңгейлі аймақтарда макроаймақтар тұрады. Ол шетелдік Европа, оңтүстік Азия, оңтүстік шығыс Азия, орталық Африка, солтүстік Америка және тағы басқа. Субаймақтарға келетін болсақ, ол макроаймақтардың ірі бөліктері, мысалы Латын Америкасына анықтау болады. Мынадай субаймақтарға бөлінеді. Латын Америкасы ол Мезоамерика және орталық Америка құрамында Мексика, орталық Америка, Вест Индия аралдарында жатқызуға болады. Орталық аумағындағы ол бізде Гватемала, Гаити, Панама сияқты елдерді жатқызуға болады. Ант елдері ол осы Латын Америкасы батысынан орналасқан Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия, Чили сияқты елдер жатқызуға болады. Ла-Плата елдері немесе Атлант жағалау елдері ол шығыс аумағындағы Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия. Және соңғы жаңа пайдаланатын оңтүстік конус елдері ол Аргентина, Уругвай, Парагвай, Чилиге жатқызуға болады. Және сонымен қатар бұл жерде ерекшелігіне байланысты ол климаттық және тарихи географиялық ерекшеліктеріне байланысты алынады. Және сонымен қатар осы ант елдеріне келетін болсақ, осы бұл ресурстарға өте бай елдерді жатқызуға болады. Азияны бөлетін болсақ, бұл жердегі Азия өзі 4 аймаққа бөлінген, ауданы 44 миллион шақырым құрайды. 44 мемлекет бар. Бұл жерде саяси картасына келетін болсақ, екі жарты шарда орналасқан бірдей ең үлкен дүние бөлігі болып келеді. Азия көшпенді өркениет бесігі деп айтсақ. Көрсеңіздер болады, мысалы орталық Азияда Қазақстан, Өзбекстан, Түркменстан, Қырғызстан, Тәжікстан елдері. Таяу шығыс елдеріне, Сауд Арабиясы, Иран, Ирак, Сирия, Турция, Грузия сияқты. Оңтүстік Азия елдеріне Пәкістан, Афганистан, Үндістан, Непал. Шығыс Азия Қытай, Моңғолия, Солтүстік Корея және Жапония. Оңтүстік Шығыс Азия Мьянма, Лаос, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Камбоджа сияқты жатқызуға. Оңтүстік Батыс Азия елдеріне келетін болсақ, 17 ел кіреді. Тарихи қалыптасқан аумағы таяу және орта шығыс деп аталады. Бұл жердегі аймақтың үш дүние бөлігі тоғысқан аумағы, бұл жерде Европа, Азия, Африканың тоғысқан аумағы және ең ежелгі мәдениеттердің пайда болған мемлекеттердің бірі десек болады. Бұл жерде ең бірінші жерде пайда болған Тигр және Ефрат өзені бойынша ол ең бірінші Шумер және Аккад елдері. Біздің ағзамызға 5000 жыл пайда болған елдер. Және осымен қатар халықаралық су жолдарының тоғысу аумағы болады. Және көпшілік жердегі аумақтары мұнайға бай болып келеді. Ол Сауд Арабиясы, ол Біріккен Араб Әмірлігі,
ол Иран, Ирак, Сирия сияқты елдер. Саяси әлеуметтік экономикалық жағынан анықталуынша басты факторға айналған. Және сонымен қатар жерде Суэц каналы бар. Жерде ең негізгі осы шығыс Азия мен Европаны әлемді біріктіретін каналдардың бірі. Көптеген тауарлардың көбісі Қытайдан осы Суэц каналы арқылы Европа елдеріне тасымалданады. Және сонымен қатар өте маңызды стратегиялық маңызды. Латын Америкасының және сонымен қатар субалықтар бөлетін мысалы Мезоамерика, орталық аумақтарындағы Мексика бағана айтқандай, Никарагуа, Гватемала, Панама, Куба сияқты елдер жатқызылады. Антильдерінде ол бағана айтқандай Чили, Венесуэла, Перу сияқты елдер жатқызылады. Эквадор, Ла-Плата елдеріндегі ол Аргентина, Уругвай, Парагвай, Бразилия елдерін жатқызылады. Европаға келетін болсақ, негізінен тарихи екі субаймаққа бөлінеді. Ол батыс және шығыс Европа елдері. Батыс Европаға 24 мемлекет кіреді, шығыс Европаға 17 ел кіреді. Енді қараңыздар, бұл жердегі ерекшелігі батыс және шығыс Европа елдеріне тарихи бөлек экономикалық зерттейтін болсақ, батыс елдеріндегі капиталистік елдер жатады. Франция, Ұлыбритания, Нидерланды, Германия, Испания сияқты таза батыс капиталистік елдер. Оңтүстік Италияда жатқызуға болады. Солтүстік аумағындағы ол Норвегия, Скандинав елдері, скандинав социализм, бұл жерде аралас капитализм мен социализм аралас болып келеді. Шығыс елдеріне ол бұрында КСРО кезінде 91 жылға дейін КСРО аумағында шығыс блок болған болатын. КСРО ыдырағаннан кейін олар шығыс Европа елдері социализмнен капитализмге көшкен болатын, нарықтық экономикаға. Бірақ нарықтық экономикада ерекшелігі бұл дамыған және дамушы елдерге жатқызуға болады. Дамыған елдер Европада ең көп орналасқан ол Германия, Ұлыбритания, Франция және Италия. Бұлардың экономикалық дәрежесі, экономикалық жиынтық шекені өте үлкен болып келеді. Егер осы батыс Европаны біріктіретін болсақ, бұл уже бірнеше 7-8 триллион долларды құрауы мүмкін. Себебі Германияның өндірісі және Франция, Ұлыбритания өндірісі өте қарқынды дамыған. Оны жатқызуға болады. Енді аймаққа келетін болса, солтүстік Европа, скандинав елдері, Дания, Финляндия, Балтия елдері жатқызуға болады. Бұл жердегі Латвия, Эстония, Литва. Оңтүстік Европа, жерорта теңіз жағалауы елдері, олар Испания, Португалия, Италия, Монако, Сицилия, Грекия, Турция, Албания сияқты елдер. Батыс Европа елдері бағана айтқанда Германия, Франция, Ұлыбритания, Австрия, Бельгия, Швейцария. Шығыс Европа елдері Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Болгария, Ресей, Украина, Беларусь сияқты елдер. Бұлардың енді тарихи өзгерістері, тарихи тұрғыдан алатын болсақ, бұлар өте үлкен аумақтарды қамтиды. Және сонымен қатар бұл жердегі экономикалық дәрежесі өте қарқынды дамыған. Жиынтық шекені бойынша өте дамыған көрсеткіштерді көрсетеді. Және осымен қатар көрсеңіздер болады, бұл жердегі бағана айтып өткендей орталық Азия, солтүстік Европа, батыс Европа, оңтүстік Европа, солтүстік Африка, солтүстік Америка, Кариб. Бұларда неліктен бөлінеді? Бұлардың бөліну себебі бұл жердегі мемлекеттердің арасында байланысты нығайту үшін, және сонымен қатар бұл елдерді тарихи немесе географиялық немесе экономикалық бұл аймақтарға орналастырған болса өте ыңғайлы болады. Себебі мысалы айтатын болсақ, бағана айтқандай оңтүстік Американы бірнеше елдерді бөліп аламыз да, оның арасындағы зерттеулерді жүргізе береміз жеке-жеке. Оған басқа Европа елдерін қосуына қажет жоқ, себебі жеке бөлінеді, жеке зерттеген өте ыңғайлы болып келеді. Сол кезде уже интеграция немесе олардың арасында байланыстарын ары қарай қалыптастыруға немесе зерттеуге болады. Бұл өте маңызды рөлді атқарады. Біріккен ұлттар ұйымы білесіздер, макрогеографиялық аймақта бұл 190 миллион елді қамтитын ең үлкен ұйымдардың бірі болып келеді. Жалпы сіздерге үй тапсырмасы тарихи географиялық аймақ бойынша тарихи географиялық аймақтағы бөлесіздер елдерді және оған кіретін елдерді жатқызасыздар, және тарихи географиялық ерекшеліктер, экономикалық немесе саяси ерекшеліктерін қосып жазасыздар. Назарыңызға рахмет, қош сау болыңыз.